Қымбатты отандастар, сіздерді жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін бәріміз 100 жылдықтың ширек ғасырлық белесіне қадам басқалы тұрмыз. Биыл Алтай мен Атырау арасындағы барша жұрт тарихтың жаңа парағын бір мезетте ашады. Халқымыз 2 жылдың тоғысар тұсын ізгі ниетпен, ерекше көңіл күймен күтеді. Өткен күндерді саралап, ескі жылға баға береді. Арман мақсатын айқындап, болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Бұл нағыз отбасылық мереке. Сондықтан мен баршаңызға ең алдымен еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын дегім келеді. Ұлы жылы ұлтымыз үшін маңызды оқиғаларға толы болды. Түрлі саладағы реформалар жемісін бере бастады. Экономиканың жаңа бағдарын белгілеп, нақты шараларды қолға алдық. Өңдеу өнеркәсібі қарқынды дамыды. Бірқатар ірі өндіріс орны ашылды. Инвестициялық ахуал жақсарды. Мыңдаған шақырым жол салынып, жөнделді. Еліміздегі ең ұзын көпірдің құрылысы аяқталып, халық игілігіне берілді. Диқандарымыз мол астық жинап, қамбаны дәнге толтырды. Таза Қазақстан акциясының аясында қалалар мен ауылдар жаңаша келбетке ие бола бастады. Алғаш рет азаматтарымыздың орташа өмір сүру ұзақтығы 75 жасқа жетті. Өскелең ұрпақтың жарқын болашағы үшін ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Ұлттық қордағы қаржының бір бөлігі балалардың есепшотына түсті. 100-ден астам жаңа мектеп ашылды. Көптеген әлеуметтік нысан салынды. Парламент депутаттары қоғамдағы өзекті мәселелер бойынша заңдар қабылдады. Сондай-ақ биыл біз еліміздің келешегіне айрықша әсер ететін өте маңызды шешім қабылдадық. Атом электр станциясына қатысты референдум өткіздік. Көпшілік бұл бастамаға қолдау білдірді. Қазақстанның әлемдік аренадағы абыройы арта түсті. Астанада беделді халықаралық ұйымдардың маңызды саммиттері өтті. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына мыңдаған спортшылар мен меймандар келді. Байрақты бәсекені табысты ұйымдастырып, төл өркениетімізді жер жүзіне таныттық. Спортшыларымыз Олимпиада және Паралимпиада ойындарында көк туымызды биікте желбіретті. Оқушыларымыз түрлі білім сайыстарынан жүлделі оралды. Басқа да көптеген табыс бар. Биыл көктемде бірқатар аймақта алапат тасқын болғанын білесіздер. Табиғаттың тосын сынағы бәрімізге ауыр тигені сөзсіз. Соған қарамастан, қиын күндерде халқымыз бір-біріне жанашыр болып, мызғымас бірлігін көрсетті. Зардап шеккен барша азаматқа жан-жақты көмек берілді. Мемлекет ешкімді назардан тыс қалдырған жоқ. Барлық міндеттемесін толық орындады. Жүздеген отбасы жаңа жылды жаңа шаңырақта қарсы алып жатыр. Біз осылайша ырысты ынтымағымыздың арқасында барлық қиындықты еңсереміз. Алға сеніммен қадам басамыз. Жүйелі реформалар одан әрі жалғасады. Жоспарымыздың бәрі ойдағыдай орындалады. Алдағы жыл бұдан да табысты болады. Мен президент ретінде бұған бар күш-жігерімді саламын. Правительству предстоит проделать эффективную работу, обеспечить поступательный рост нашей экономики. Нужно открыть новые производства, улучшить условия для ведения бизнеса, продолжить строить дороги, решать проблемы коммунальной сферы. Необходимо расширить использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, усилить поддержку наших аграриев. Во всей этой работе главная цель – это повышение благополучия граждан. Государство будет уделять повышенное внимание развитию образования и здравоохранения, науки и культуры. Мы будем продолжать строить новые школы и больницы, повышать статус педагогов, врачей, ученых и деятелей культуры. И, конечно, государство будет поддерживать молодежь. В следующем году нас ожидает ряд знаковых дат. Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы. На высоком уровне проведем 30-летний юбилей Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Сондай-ақ, Ұлы Абайдың 180 жылдық мерейтойын лайықты атап өтуіміз керек. Мен алдағы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияладым. Бұл еңбек адамдарына деген ерекше құрметтің белгісі. Біз отаншылдық, еңбекқорлық және біліктілікке айрықша мән береміз. Дәл қазір мерекеге қарамастан мыңдаған отандасымыз жұмыс істеп жатыр.
Олардың арасында шекарашылар, дәрігерлер, тәртіп сақшылары, құтқарушылар мен өрт сөндірушілер, өндіріс басындағы мамандар және басқа да азаматтар бар. Мұны өз ісіне деген адалдықтың нағыз үлгісі деуге болады. Мен бүкіл халқымыздың атынан сіздерге шынайы ризашылығымды білдіремін. Шетелде білім алып жатқан немесе жұмыс істеп жүрген азаматтарымызға амандық тілеймін. Қадірлі ағайын, осы мерекелік сәтте мен әр шаңыраққа шаттық тілеймін. Жаңа жыл әр азаматқа жақсылық әкелсін. Төрт құбыламыз түгел болсын. Ардақты аналарымыз бен ардагерлеріміз аман болсын. Жас ұрпақтың жолы ашық, болашақ жарқын болсын. Қастерлі отанымыз өсіп өркендей берсін. Жаңа жылда баршаңызға амандық, бақ береке тілеймін. Пусть этот семейный праздник наполнит ваши сердца теплом и радостью. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Жаңа жыл құтты болсын.